бір жаға қуаныш сәт болайын деп тұр. Біз қазір Арыс қаласында қайтадан бара жатырмыз. Ол жерде Айсұлу атты жалғыз басты ана тұрады екен. Асыраушы жоқ. 2019 жылы жалғыз асыраушысы қайтыс болған екен, өзі жесір әйел. Енді жағдайы өте мүшкіл, пәтер жалдап тұрады екен, пәтеріне айына 10 мың теңге төлейді. Сол 10 мың теңгенің өзін қиналып қалады екен. Енді мен әлі көзіммен көрген жоқпын, Мұғжиза қоры бәрін тексеріп көріп қайтыпты. Енді біз қазір бара жатқан себебіміз бірдестен пәтердің кілтін табыстасақ деп бара жатырмыз. Айсұлу апай, бала шағалары ешқайсысы білмейді. Яғни қазір қуанышты сәт болайын деп тұр. Бізбен бірге болыңыздар. Аллах тағала бәріміздің садақамызды қабыл етсін, үлкен сауаптан жазсын. Ал жүріңіздер, Айсұлу апайымыздың үйіне келдік. Енді жаңағыдегі өзіміздің кілтімізді табыстайық, әзірге білмейді. Қалайсыз, жақсысыздар ма? Денсаулықтарыңыз дұрыс па? Аман-есесіздер ма? Өздеріңіз қалай? Жақсы. Үйлі болуларыңыз келе ма? Әрине болады. Соны Құдайдан күнде жатсақ та тұрсақ та әйтеуір Құдайдан тілейміз. Бағиларымды шақырамаймын үйге. Өзім әке-шешем тірі ғой, бар сұрайды, қолына келгенше продуктын өлі беріп тұрады, қарасып. Бір баспана болса болды деймін, оны жұмысқа да шығамын, мына екеуі садикке үйрен десем, киім алатын бала ақшам жетпей пенсияға үйде. Баламаны әпшем үйінде жатып оқып жүрген сияқты мектепте, қайнапшем үйінде. Қазір қайнапқа шықты ғой. Баспана болса екен деп тілеп отыр ғой Құдайдан. Енді Аллах тағала сіздің тілеуіңізді, сіздің дуаңызды, сіздің бүкіл сұрауыңызды естіген шығар. Енді осы сонау жақтан қанша отбасының ішінен енді жағдайларыңыз өте мүшкіл екен. Сол Алла нәсіп қылса сіздерге кілт тапсырсақ дейміз. Иншалла, кілт тапсырсақ. Иншалла. Мейірімді Алла, сабыр бер сынақта, мейірімді Алла. Мейірімді Алла, ешкімді жылатпа, мейірімді Алла, рухымды құлатпа. Бала шағамның есіміз сол, бала шағамның есіміз, мұшылардың есіміз деп. Иншалла. Рахмет, Алла разы болсын, барлықтарға. Ешкімнің басына ешқандай қайғы бермесін Алла. Үйіңіз құтты болсын әлі. Құтты болсын, иншалла. Қуанышты дуа ғой, қуанышты. Қуанышты сәттер көбейе берсін, иншалла. Тек қана жақсылық болсын. Қиыншылық көрмеңіздер. Енді тек қана қуаныш болсын ішінде. Енді құтты болсын дейміз. Енді жиналыңыздар, барып үйді көрейік. Кеттік жүріңдер, киіңдер, балалар. Мейлі сен жыла, сабырмен бәрін Алладан сұра, адаса көрмесін. Құтты болсын, айналайындар, машалла. Бисмилля. Кесейік. Бисмилля. Аллаху акбар. Мына жерде холодильник бар, стиральный кір жуғыш машина бар, одан кетіп плита тамақ пісіретін бар. Бұның мешіттің жамағаты арнайы сізге үлесіміз болсын, қосқа үлесіміз болсын деп, осы сізге арнайы сыйлық беріп жатыр. Көрдіңіз ба? Нұр үстіне нұр деп осыны айтады. Бізге тағы да бір көмек берген ізгілікке жарысайық қоры, соның ішінде Ахмет ағамыз бастаған қор, ізгілікке жарысайық деген. Сондықтан сіздерге де Алла разы болсын, Алла береке берсін. Құдай қаласа, осы Мұғжиза қорымен бірлесіп әлі талай керемет жұмыстарда кездеседі деген ойдамыз. Әнеке өздеріңіз көріп тұрғандай, 11-ші баспананың иесі Айсұлу әпкемізге бұйырып тұр екен. Осы әуелі Аллаға шүкір, содан кейін мынау халыққа үлкен рахметімізді айтамыз. Бірге болайық, Құдай қаласа әлі талай сіздерге себеп боламыз, ал талай осындай жағдай отбасы, төмен отбасыларды сіздерге көрсетеміз, сонда көмектеріңіз алладай қажет болады. Және де осы сіздер мен біздерді алтын көпір болып отқан Мұғжиза қорына, қайырымдылық қорына Алла разы болсын дейміз. Үлкен осы жігіттердің себебімен осы әпкеміздің жағдайын түсініп, зерттеп, тексеріп, әпереміз деген ат салысқан осы жігіттер. Барлықтарыңызға рахмет. Тек қуанышта жолығайық, осындай үйлі болу барлық қазағымызға нәсіп етсін.
her sınaqta meyrimdi al.